Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздерге тапқыр қоян атты ертегіні ұсынамыз. Тапқыр қоян. Бірде аңдардың патшасы арыстан бәйге жарияланыпты. Бір қазан суды қайнатып қойып, осы суды кім ішіп қойса, көп сыйлық беремін деген шарт қойыпты. Аңдар бірінен соң бірі келеді. Қанша өжеттенсе де, қайнап тұрған суды ішуге батылдары бармапты. Ең соңында қоян келеді. Қып-қызыл шоқтап тұрған қазанды көтеріп алады да, ыстық суды ішуді өте жақсы көремін деп жан-жағына қарайды. Ендеше іше ғой, дейді аңдар аң-таң қалып. Қоян ұзыннан ұзақ қаз қатар тізіліп тұрған аңдарды жағалай жүріп, мінеки достарым, мынау ыстық су, көздеріңмен көріңдер деп бас-басына көрсетіп шығады. Қоян аңдарды басынан аяғына дейін аралап шыққанша қазандағы су суып қалады. Ал тапқыр қоян суды басынан бірақ көтеріп сіміріп салады да, таңданған аңдар ауыздарын ашып, көздерін жұмады. Алданған арыстан қоянға көп сыйлықтар беріп, міне нағыз ер деп мақтапты. Ал балалар, бүгінгі ертегі сіздерге ұнады ма? Ұнаса пікірлеріңізді жазып, лайк басып, арнамызға жазылыңдар. Сау болыңыздар.